Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қысқа дайындықты бастап, шиеден компот дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен банкаларымызды осылай алып, шиемізді алдын ала 2-3 қайтара тазартып жуып, осылай банкілерімізге бөліп салатын боламыз. Суымызды алдын ала қайнатып аламыз. Осы видеода мен тек қана шиеден ғана жасайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ассорти компот дайындасаңыздар да болады. Шиені осылай 2 банкаға бөліп, теңдей 2 бөлікке салып алатын боламыз. Қантты өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Өте қатты тәтті болған қаласаңыз, көбірек қосасыздар. Менде 200 грамм қанттай салдым. Осылай шиемізді, қантымызды барлығын салып болғаннан кейін алдын ала қайнатқан суымызды алып, осылай 2 банкамызға кезек құйып шығатын боламыз. Осылай банкамыздың іші буланғанша екінші банкамызға құямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай алдын ала банканы буламай, бірден суды құйып жатырмын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Суымызды құйып болғаннан кейін арнайы жапқыштың көмегімен банкаларымызды жауып шығатын боламыз. Банкаларымызды жауып болғаннан кейін банканы қақпағынан төмен қаратып, көрпенің көмегімен орап қоятын боламыз. Біздің компотымыз дайын, міндетті түрде менің рецептіме жасап көріңіздер.